Баршаңызға сәлем. Бүгін нан пісіретін боламыз. Менің каналыма тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытып кетпеңіздер. Ең алдымен үлкен ыдысқа ұнды електен өткізіп аламыз. Енді ұнымыздың үстіне 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қант және де 1 шай қасық аштыққа саламыз. Және де осылай араластырып аламыз. Келесі құрғақ қоспамыздың үстінен жылы су құямыз және де шемешкі май құямыз. Толық ақпаратты қанша грамм екенін описаниядан оқып білуіңізге болады. Осылай енді араластырып қамыр жасайтын боламыз. Қамырымызды жақсылап илеп, домалақтап, осылай ыдысқа салып, бетін жауып, жылы жерге 30 минутқа көтерілгенше қоямыз. Ендігі қамырымыз көтерілді-ау дегенде, осылай қолымызбен кішкене жайып, рулет жасайтын боламыз. Осылай рулет жасап ораймыз. Кішкене ұн сеуіп аламыз. Және де ол рулетті тағы да орап, осылай қолымызбен кішкене басып шығамыз. Енді осы қамырды бетін жауып, тағы да бір 15-20 минутқа қойып қоямыз. Содан кейін мен 2 кішкентай нан жасағым келді, батон яғни жасағым келді. Осылай тағы да рулет орап шықтым да, бетін жауып, тағы да қойып қойдым 15-20 минутқа. Кішкене көтерілгеннен кейін үстіне сүтті жағып шықтым. Ұнды еліктен өткізген жақсы болады. Мен бұлай жай қолмен себеп салдым. Және де осындай надрез дейді ғой орысша. Солай кесіп шықтым пышақпен әдемі болсын деп. Енді нанымызды пісіретін уақытта келді. Қызып тұрған духовкада 180 градуста 30 минуттай пісіреміз. Мінекей нанымыз да дайын болды. Мен тек асығыстан піскен кезде кесе салдым. Бірақ сіздер күте тұрыңыздар, наныңыз толықтай суығанша. Нанымыз сырты қытырлақ, іші жұп-жұмсақ болып, керемет болып пісті. Қарағандарыңызға көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.